Саламатсыздарбы 3 сыныптың оқушылар. Мен Қуаныш ағайларның 3 сыныптың математика сабағынан 129 және 130 сабақтарға сәйкес келетін есептердің шығарту жолдарымен түсіндіріп көрсетіп беретін боламын. Ал кеттік. Бірінші. Мына берілген бойынша көбейтуді орындап, алгоритмін толықтыр дейді. Яғни мына жерде көбейту орындалып тұр негізінде. Осы бойынша бірліктерді көбейтемін, яғни бірліктерді көбейткен кезде қанша шығады? 6, мына жерде 6 деп қоясыңдар. Бірліктерді көбейтем 6. Ондықтарды көбейтем, ондықтар ол 2 мен 4 көбейеді, сонда 8 шығады. 8. Жүздіктерді көбейтем, 2 мен 1 көбейтем, сол кезде 2 шығады. Жауабын оқимын, 286. Келесі, яғни екіншісі. Екінші бойынша баған түрінде есептеп тексеруді орындаңдар дейді. 235-ті бөлеміз 5-ке. 23-тің ішінде 4-еу бар. 20 шығады, азайтамыз. Мынадан 3, 35 болады, 7 болады. 35 азайтамыз 0. Демек, біріншісінің жауабы 47. Келесі екіншісі. 364-ті бөлеміз 4-ке. 36-ның ішінде 9-ы бар, 36 шығады, азайтамыз 0, 4. Бірі бар. Демек, 91 шығады. 4-те 0 болды ғой. Келесі. 195-ті бөлеміз 3-ке. 19-ның ішінде 6 бар, 18 шығады, азайтамыз 1, 15. 5-еу бар, 15, 0 шығады. Бұның жауабы 65 екен. Келесі. 68-ді бөлеміз 2-ге. 6-ның ішінде 3-2 бар, 6, 0, 8-дің ішінде 4-еу бар, 8, 0. Яғни азайту болып тұр. 34. Демек, жауаптары анықталды. Дәл осы жауаптарды сендерді өздерің орындап, тексеріп көрсеңдер болады. Келесі тапсырма амалдар бойынша баған түрінде есептелейді. Бірінші қосып аламыз. Баған түрінде қосу болады, сосын бөлу болады. 104-ке қосамыз 552-ні. 2-ге 4-ті қостым 6, 5-ке 0-ті қостым 5, 5-ке 1-ті қостым 6. Бірінші қосқан кезде 656 шықты. 656-ны бөлеміз 4-ке. Біреу бар. 4, 2, 25 шықты. Оның ішінде 6 бар. 24 шығады. 1, ана 6 мен 4-еу бар. Сонда 16 соңы 0 шықты. Енді 164-те тұрамыз бұл жерде. Енді бірінші жақшаның ішін орындап аламыз. 980-нен азайтамыз 752-ні. Жетпейді 0, сондықтан 1 алып береміз. 10, 10-нан 2-ні азайтсақ 8, мына жерден 1 қарыз алғанбыз. 7, 7-ден 5-ті азайттық. 2, мына жерде 9, 2, 228. 228-ді көбейтеміз 2-ге. 2-ні 8-ге көбейттім 16, 1-і 4, ана 1 мен 5, 4, 456. Ең соңында мұна 2 сан қосылады. Демек 164 қосылған 456. 6-ға 4-ті қостым. 10, 1-ін есте сақтап тұрамыз. 5-ке 6-ны қостым 11, ана 1 мен 12, тағы 1 есте сақтаймыз. 1-ге 4-ті қостым 5, оған 1-ті қостым 6, 620-ға. Демек, жауабы 620 шығады екен. Тең 620. Әрбір шығартылу жолын толығымен жазып, көрсетіп, анықтап, тексеріп жасаңдар болады. Келесі тапсырма. Көркем еңбек сабағы үшін 60 теңгеден 6 құрап, ермек саз және 240 теңгеден 4 түрлі түсті қағаздар, қатырғы қағаз сатып алынды. Қатырғы қағазға қарағанда ермек сазға қанша теңге кем төленді? Бірінші анықтап аламыз. Ермек сазға қанша теңге жұмсалған? 6-ны 60 теңгеден 360 теңге жұмсалды. Қатырғы қағаз 224-ті көбейтеміз 4-ке. Сол кезде шығады. 4-ке көбейтсек 896. Ал енді қанша көп жұмсалған білу үшін үлкеннен кішісін азайтамыз. 306, сол кезде шығады 536. 536 теңге кем төленіпті.
Түсінікті болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма, яғни өрнектерді құрастырып, олардың мәнін тап дейді. Бірінші көбейту болады, сосын бөлу болады, сосын қосылғыш, яғни қосылу деп тұр ортада, қосамыз бұл жерде. Бөлу болады, сосын қосамыз. Яғни мына түріндегі есеп болады. 357 көбейген 2 қосылған 65 бөлінген 5 тең. Бірінші көбейткен кезде 2-ге көбейтсек 714 шығады. 14. Қосамыз, мына 65-ті 5-ге бөлген кезде 13 шығады. Баған түрінде орындап тексеру болып 727. Келесі 354-ті бөлеміз 3-ге, қосамыз 29. 147 шығады. Түсінікті ойы. Енді келесі мына көбейтеміз, сосын азайтқыш, яғни азаяды. Мына көбейтінді, мынадан азайтамыз, ортада минус, яғни. Келесі 129-ды көбейтеміз 3-ге, азайған 32 көбейген 3. Сол кезде шығады 291. 291. Келесі 780, азайған 156 көбейген 4. 154-ті 4-ге көбейтсек 624 шығады. Егер азайтамыз 156 шығады. Міне. Яғни осылардың баған түрінде шығарту жолдарын жазсаңдар болады. Ол қиын емес. Енді соңғысы, яғни мына берілген есептеулерді тексерді, жіберілген қатені түзет дейді. Тексеріп шығамыз, әрбірін бір-бірлеп тексереміз. 3-ті 5-ге көбейттім 15, бірін есте сақтап тұрамыз, 5 жазылады. 18 оған 1 қосып 19, тағы бірді есте сақтаймыз. 3-ті 1-ге көбейттім, 3 оған 1 қосып 4, 495. Бұл дұрыс екен. Келесі бөлу 740-ты 4-ге бөлеміз. 4-тің ішінде бөлу бар. 3 болады. 4 шығады, түсет, 34, 8-ден береміз, 8-ді 4-ге көбейттім, 32, 4-тен 2-ні азайттым, 2. 20 шығады, оның ішінде 5, 20 дұрыс, яғни мынау 185. Яғни қалай тексеріп көрсек болады? Мына біріншісі 495-ті 3-ге бөлу арқылы тексеруге болады. 1-ден береміз, 3 шығады, мынау 1 болады, мынау 9, мынау 6 болады. 18 болады, тағы бір 15 болады, 5, 165 деген мына жерде шықты. Көрдіңдер ғой, 15, 0 шықты. Осылай тексеруге болады, дұрыс қателігін. Мына жерде 185-ті 4-ге көбейтіп тексеріп көруге болады. 185 көбейген 4. 20 болады, 0, 2, 32, 2 мен 4, 3 болды мына жерде. 4, 3-ті қостық 7, 740. Көрдіңдер ғой, дұрыс екенін дәлелдедік. Келесі 2-ге бөлу бойынша мына жерден аламыз, 3-еу бар, дұрыс, содан кейін 2 түсет, 1-еу бар, дұрыс, 2, 28-ді түсет тастапты мына жерде. Бөлу кезінде кішкене қателікке жол қойған, яғни бөлу кезінде бұлай орындалды. 628 бөлінген 2, 6-ның ішінде 3-еу бар, 6, 0 болады, 2-ні түсірдік, 1-еу бар, 2, 0 болады. Сосын 4 түсет, оның ішінде 2-еу бар деген жоқ, 8 түсет, сол кезде мына жерде 4-еу болады. Сосын 8 шығады, 0. Түсінікті ойы, мына жерде 28-ді 1-денге түсірген, ол дұрыс емес. Сосын қайтадан тексеріп көруге болады. 314-ті көбейтеміз 2-ге, мына жерде 8, мынау 2, мынау 6, 628 шықты. Бөлу кезінде мына жерде кішкене қателікке жол қойған, ол жерін былай дұрыстап жібересіңдер. Түсінікті ойы оқушылар. Яғни бұл жерде кейбір есептерді мен баған түрінде шығарған жоқпын. Баған түрінде өздерінің орындау жолын көріп, яғни әрбір есепті орындап, шығартып, тексеріп көрулеріңе болады. Әрбір есепті баған түрінде орындау кезінде сендерде өз-өздеріңе, яғни сенімділік пайда болады. Әрбір есептің дұрыс жауабын көшіріп алу бұл жерде мақсат емес, яғни сендер түсіну үшін көріп отыр деп отырмын мына видео. Яғни әрбір есептің мен шығарту жолын түсіндіріп, яғни қалай шығады, қандай жолмен анықталады, не үшін олай анықталады, соның барлығын түсіндіріп бердім. Сол жолдарын көріп жазып алсаңдар болады. Яғни осыларды түсініп жазып алу сендердің мақсаттарың, және менің де мақсатым сендерге түсіндіріп беру. Ал оқушылар, сау саламат болыңыздар. Бүгінгі сабақ осымен тамам.